Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді, жасалуы оңай әрі тез даяр болатын осындай қамырда піскен қуырдақ дайындайтын боламыз. Түскі асқа немесе кешкі асқа не дайындайтыныңызды білмей отырсаңыз, дәл осы тағамды менің рецептіммен дайындап көріңіз. Сізде міндетті түрде өте дәмді болып шығатынына сенімдімін. Біз ең алдымен ұнымызды електен өткізіп, шұңғылда ыдысымызға салып аламыз. Су моншасында сары майымызды ерітіп, үстіне жылы суымызды құйып, ұнымыздың үстіне құямыз. Бір шай қасық мөлшерінде тұзымызды салып, қамырымызды осылай илейміз. Қамырымызға артық су ештеңе қоспаймыз, осылай бізде қамырымыз жиналады. Осы қамырымызды иінін қандырып 5 минуттай илеп, пакетке салып 20 минут тынықтырып қоямыз. Қамырымызды тынықтырып қойдық. Тоңазытқышқа салудың қажеті жоқ. Тек бөлме температурасында пакетке салып қойсаңыз жеткілікті. Енді салмасын дайындап қоямыз. 2 ірі пиязымызды 4 бұрыштап турап, ыдысымызға саламыз. Ірілеу 3 картопымызды осылай кубиктеп турап, пияздың үстіне саламыз. Мен 100 грамм мөлшерінде ішкі май пайдаландым. Ішкі май қоссаңыздар, салмасы өте дәмді болады. Майлы, сондай ерекше болып шығады. Немесе құйрық май қоссаңыздар болады 100 грамм мөлшерінде. Ішкі май немесе құйрық майды ұнатпайтын болсаңыз, немесе үйде болмаған жағдайда 2 ас қасық мөлшерінде сұйық май қоссаңыздар, ол кезде де салмаларыңыз сондай нәрлі, дәмді болып шығады. Енді 450 грамм етімізді қатты ірі қылмай, немесе қатты жұқа қылмай, орташа етіп, осылай турап саламыз. Қызып тұрған пешімізде 1 сағат мөлшерінде пісіріп аламыз. Ол кезде салмамыз толығымен піседі. Қалауларыңызға қарай салмасына 1 түйір сәбіз қоссаңыздар болады, немесе қызанақ қоссаңыздар болады. Мен оларды пайдаланбадым. Енді көз мөлшерімен дәміне қарай қарабұрышымызды, дәмдеуішімізді және де тұзымызды қосып, жақсылап салмамызды араластырып аламыз. Барлық керекті заттардың мөлшерін граммымен видеоның астында описаниеге жазып кететін боламын. Егер де видео ұнаған жағдайда лайк басып, комментарий жазып, дамушы каналды қолдап қойыңыздар. Қамырымыз 20 минут тынығып тұрғаннан кейін осылай аламыз. Өте жұмсақ болып шығады. Көз мөлшерімен немесе өлшеп, осылай 1/4 бөлікке бөліп аламыз. Барлығын осылай күлшелеп дөңгелек формаға келтіреміз, жаюға ыңғайлы қылып. Енді осы дөңгелек күлшеленген қамырларымызды 10 минутқа тағы да демалуға қалдырамыз. 10 минуттан кейін қамырымызды алдық. Осылай кішкене бөлігін узор жасауға кесіп аламыз. Дөңгелекшелеп күлшелеп қамырымызды жайып аламыз. Қатты жұқа қылмай, орташа мөлшерде осылай жайып аламыз барлығын. Жиектерін жұқалау қыламыз. Жиектерін бүретін болғандықтан қалың болып кетеді. Осылай жұқа етіп барлық бөлігін біркелкі етіп жайып аламыз. Енді сапар кесемізге саламыз. 1 сантиметр мөлшерінде жиектерінен қамыр қалдырып отырамыз. Бізде біреуге ыңғайлы етіп. Өзіңізге ыңғайлы етіп, қамырды орналастырғаннан кейін ортасына салмамызды салып бастаймыз. Салмамызды молдау етіп саламыз. Барлығын салып, бетін тегістеп, осылай шетінен бастап бүріп аламыз. Қамырымыздың шетінен барлығын осылай бүгіп келіп,
ортаңғы бөлігін осылай жауып жібереміз. Кесемізден алып, астыңғы бүрілген бетін дәл осылай қаратып, майланған табамызға орналастырамыз. Бөліп алған үлкендеу қамырымызды екі бөлікке бөліп, қолымыздың көмегімен осындай форма жасаймыз. Екі ұшын біріктіріп, ортасын осылай айқастырамыз. Дайын болғаннан кейін қамырымыздың үстіне дөңгелетіп орналастырып шығамыз. Және де қамырымыздың кішкентай бөлігінен крышкасын жасаймыз. Барлық қамырымызды дәл осындай әдіспен жасап, қуырдақтарымызды дайындап аламыз. Бір жұмыртқамызды араластырып аламыз. Қамырымыздың шеткі бөліктеріне, төбесіне, барлық бөлігіне осылай жағып шығамыз. Тек төбесіне ғана осылай кунжут сеуіп шықтым. Қалауыңызға қарай мак сепсеңіздер болады. 180-190 градуста 1 сағатта толықтай пісіп шығады. Қамырымыз алғашында қаттылау болғанымен, пештен алғаннан кейін жұмсарып, әдемі болып шығады. Өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер.